Сәлем достар, бүгінгі дәрісте біз сіздермен CSS блоктық моделі тақырыбының екінші бөлімімен таныс боламыз. Біздер алдыңғы сабақтардың бірінде CSS блоктық моделімен таныс болған болатынбыз және әрбір элементі марджины, паддингі, бордері болатын, әрқайсының қандай мақсатта қолданылатын және жалпы контенттің өзінің белгілі бір width мен height, яғни ұзындығы мен биіктігі болатындығын ұғынып едік. Енді осы элементтермен жұмыс жасау барысында біздер оны проектирование жағынан 3 бөлікке бөлеміз. Яғни біріншісі блок, ағылшыншада блок деп аталынады. Екіншісі жолдық элементтер, оны ағылшынша inline элементтер деп атайды, және де үшіншісі inline блок элементтері, яғни жолды блоктық элементтер деп аталынады. Бұл нәрсені көру үшін, қандай элементтердің қай топқа жататындығын көру үшін, мына сайтқа кіреміз. Мінекей мынаны описание бөлімінде қалдырып кетемін. Мінекей және де сіздер осы элементтердің қасынан inline және де блок атты екі топты көре аласыздар. Мысалы, A тегі бізде inline элементке жатады екен, адрес тегі бізде блоктық элементке жатады екен. Мінекей осылайша сіздер inline немесе блоктық элементтерді нақты ажырата аласыздар. Ал үшінші кезектегі inline блоктық элементтерді қазір дәріс барысында қалай анықтауды үйрете жатамын. Мінекей біздер мына 3 топты көре отырып, қай элемент қай топқа жататындығы мына сайт арқылы ұғынатын едік. Енді сол әрқайсысы неге сол бөлімге жататындығын анықтап көрейік. Ең біріншісі бұл блоктық элементтер. Блоктық элементтер дегеніміз сайттың негізі каркасы құрылатын элементтер болып табылады. Бұл жерде барлық нәрсе құрылады. Яғни блоктық элементтердің көмегімен негізгі HTML-дің каркасы құрылады. Бұл элементтерге div секілді элементтер, footer, header, section секілді элементтер, HTML, p тегтары жатады. Бұл тегтар өте сараң келеді, яғни өзіне берілген қатарды толығымен қамтиды. Оны қазір іс жүзінде көрсетеміз, және де бұл элементтердің тағы бір айырмашылығы CSS блоктық моделіне толық бағынады. Енді осыны көру үшін біздер өзіміздің Alice туралы сайтымызға қайтып оралалық. Жаңа біздің айтып кеткеніміздей, біздің div элементіміз біздің блоктық элементке жатады. Оны көру үшін біздер браузерімізға кіріп, Developer Tool арқылы көрейік. Мінекей, егер де біз мына элементті басатын болсақ, үлкейтейік кішкене. Мінекей, біздің div классымыз тауып аламыз, және де styleсын қарайтын болсақ, мына жерде бізде user agent style sheet, яғни бұл біздің қатысымызсыз енгізілген стильдік қосымша, яғни div-тің display блок екендігін байқаймыз. Яғни бұл бізде блоктық элемент деген сөз. Енді жаңағы айырмаларына нақты тоқталатын болсақ, біздер CSS блоктық моделіне толығымен бағынады делік. Мінекей, біздің элементіміз, яғни контенті 300-200, паддингісі және де марджины және де бордері марджины бар екендігін анық көріп отырмыз. Яғни бұл ерекшелік бізде қанағаттандырады. Яғни біздің блоктық моделіміз CSS блоктық моделіне толығымен бағынады. Келесі айта кетерлігі, олар өте сараң келеді, яғни өзіне берілген жолды толығымен қамтиды деген ұстанымға келейік. Мысалы, егер де біздер мына div классымызды көрсететін болсақ, мінекей, біз оның марджины қанша жерден 20 пиксель деп берсек те, ол margin right толығымен мына аумақты қамтығанын көріп отырмыз. Мінекей, қараңыздар, стильдік қосымшасын қарайық. Біздің div элементіміз. Мінекей, біздер оны марджинын 50 пиксель деп бердік. Яғни марджин оң жағынан да, үстіңгі жағынан да, астыңғы жағынан да 50 пиксельді құрап тұрды, ал бірақ
кешіріңіздер, сол жағынан да, оң жағынан да, астыңғы жағынан да 50 пиксельді құрап тұр да, бірақ оң жағынан 50 пиксельді құрамай, өзіне берілген аумақты, мінекей, өзіне беріліп тұрған мына сарымен белгіленген, оранжевыймен белгіленген аумақты толығымен қамтып тұр. Бұл яғни өте сарандығының белгісі, өзіне берілген аумақты өзі сол жерді толығымен қамтып тұрмаса да, сол жолды толығымен алып тұрғандығын көрсетеді. Дисплей, мінекей, дисплей блок элементінің айырмашылығы осыда. Және де біздер мына жерде үстін, егерде div-тің үстін басып қарайтын болсақ, біздің width'іміздің height-іміз 370-250 екендігін көріп отырмыз. Ал біз жалпы берілген бойынша негізі 300-200 деп берген болатынбыз, біздің элементіміз осы аралықты қамтысын деп. Бірақ белгілі бір, яғни 50, мысалы 300 біздің ұзындығымыз болатын болса, оған 10 бізде padding қосылып тұр, border 5 қосылып тұр, және де margin 50 қосылып тұр. Осылайша біздің жаңа құрылымымыз өзгеріп, біздің элементіміз 370-250 ауқымын алып тұр. Осыны дұрыстау үшін біздер VS кодымызда мынандай кодты жазуымыз қажет. Біздің боксымыздың ішіне box sizing деген параметрді енгізуіміз керек. Яғни бұл жерде біздер қажетті өзімізге ауқымды нақты фиксировать етіп тастағымыз келіп тұр. Ол жерде border box деген мәнді береміз. Егер де бұны тексеріп қарайтын болсақ, енді біздің div-іміз 300-200 ауқымды, яғни width пен height-ы нақты біз бергендей болып тұр. Бірақ бұл жерде, егер де оны CSS моделіне қарайтын болсақ, біздің контентіміз 230-150-ді қамтып қалып тұр, ал қалғаны padding, жаңа border және де marginді қосқан кезде біздің берген width'іміз бен height-імізді ақтап тұр деген мағынаны білдіреді. Жалпы көптеген программисттер осы нәрсені көптеп қолданады. Бұл әрбір элемент үшін осындай нәрсе жазылуы тиіс, сондықтан оны жай ғана бүкіл элементке қолданады. Сайтты ең алдымен құрмас бұрын стильді қосымша ретінде осы звездочка салады, және де осы параметрді береді, яғни бұл бүкіл сайт үшін орын алады. Өзіміздің берген width'іміз бен height-імізді қанағаттандырады, одан өзге қосымша қоспайды. Ал бұл жердегі көбейту белгісі дегеніміз бұл бүкіл элементтерге қолданылады. Яғни бізде HTML парақшамыздың ішіне қанша элемент бар, сонша элементі барлығы үшін қолданылады. Hit-ға да қолданылады, body-ға да қолданылады, HTML тегінің ішінде болып жатқан бүкіл элементтерге қолданылады деген сөзіміз. Мінекей біздер осылайша box sizing border box атты параметрмен мәннің қалай жұмыс жасайтындығын көрдік. Мына жерде border box sizingнің басқаша тағы бір параметр бар, content box деп аталынады. Content box дегеніміз жаңағы біздің берілген width пен height-тан, ол негізгі width пен height болып саналады, оған бөлек border, жаңағы padding, marginдар қосылып, оның сайзы үлкейе береді. Яғни бұл қалыпты жағдай, ал біздер үшін қажеттілігі border box параметр болып табылады. Неке осылайша біздер блоктық бөлімнің қалай жұмыс жасайтындығын көрдік. Яғни display блок болатын болса, біздің элементіміз өзінің жанында қанша бос жер болса да, ол өзінің қасына ешкімді жуытпайды, өте сараң. Яғни қанша жерден мына жер бос болып тұрса да, мына элемент мына жерге түспейді. Ол бүкіл осы өзіне берілген ауқымды аймақты өзі қамтиды. Және де олар CSS блоктық моделіне толық бағынады. Және де бұл элементтер негізгі HTML парақшалардың каркасын білдіретін элементтер болып саналған.
келесі кезекте бізде екіншісі бұл inline, яғни жолдық элементтер деп аталады. Жолдық элементтерге ақпаратпен толтыру мақсатында қолданылатын элементтер жатады. Яғни ссылкалар, image, mark элементтері, time, text area секілді элементтер жатады. Одан өзге элементтерді мына жерде мінекей inline элементтерге I, input, ins, kbd, label секілді элементтерді жатқызып, осы сайт арқылы қай элемент қай жаққа жататындығын көре аламыз. Олардың басты айырмашылығы, бұл элементтер сараң емес, өзіне енгізілген аймақты ғана қамтиды, және де бұларда width параметріне бағынбайды. Контент қанша аймақты құраса, сонша widthқа тең болады, және де margin top пен bottom болмайды. Яғни CSS блоктық моделінің жартысын ғана, жарты ережесіне ғана бағынады. Енді сондай элементтерді көрейік. Біздің проектімізде қателеспесем бір ссылка болған. Мінекей біздің ссылкамыз. Бұл ссылка бізде inline элементке, яғни жолдық элементке жатады. Бұл элементтер сайтты толтыру мақсатында қолданылады. Яғни дұрыс, бұл тұжырым дұрыс сәйкес келіп тұр. Яғни белгілі бір ссылка құру үшін қажет. Енді осы біздің inline элементімізді сайттан, браузерден бақылап көрелік. Ол үшін developer tool'ды ашамыз. Біздің қажетті атегімізді белгілеп аламыз. Ол бізде мына дивтің ішінде. Мінекей көріп тұрғанымыздай, өзіне берілген жерді ғана алып тұр. Қалған жерге қасына міне көршісі ретінде суретті қойып тұр. Яғни бұл оның сараң емес, яғни қасына өзіне берілген жерді ғана алады, қалған жерге жауап бермейді деген тұжырымды дәлелдеп тұр. Екінші тұжырым бұл width параметрына бағынбайды деген болатынбыз. Енді оны көрейік. Егер де біздер мысалы біздің кодымызға осы link деген сөз ғана тұр, бірақ біз оған үлкен width берейік. Ол үшін біздер неміз шақырамыз, атегіміз шақырамыз, және де оған width ретінде мысалы 500 пиксельді берейік. Енді сайттан көрейік. Ешқандай несі жоқ, айырмасы жоқ. Бұл жерде біздер 500-ді берсек те, енді тексеріп көрейік. Мына жерде міне амыздың width'і, яғни ширинасы 500 пиксельді құрап тұр. Бірақ ол соған қарамастан 500 пиксель жерді, яғни мына жерге шейінгі аумақты алып тұрған жоқ. Ол өзінің контентіне ғана ыңғайлы орынды алып тұр, яғни белгілі бір мысалы 50 пиксель болса, сол орынды ғана алып тұр, қалған жерді босатып беріп тұр. Яғни бұл width қосымшасына бағынбайды, параметрына өзі қаншалықты орынды алғысы келеді, өзінің контенті қанша орынды қамтиды, сонша жерді алады деген тұжырымды дұрыстайды. Егер де біздер мына жерде lorem деген үлкен текст салатын болсақ, мінекей, ол өзіне қажетті ауқымды ғана алады. Мысалы, мінекей, өзіне қажетті аумақты алды. Бұл біздің 500 пикселімізге тоқтап қалған жоқ, мына жерден тоқтап қалған жоқ. Ол өзіне қаншалықты орын керек, соншалықты орынды алды. Басқа орынды ол пайдаланып отырған жоқ. Мінекей, үшінші тұжырым бізде мына жерде көрсетілгенде, оны margin топы және де bottom'ы болмайды дейді. Енді соны тексеріп көрелік. Ол үшін мына біздің CSS блоктық моделіміз қараймыз. Ол үшін ең бірінші біздер оған margin және де padding берейік. Padding'сын 10 етіп берейік. 10 пиксель және margin'ын 50 пиксель деп берейік. 50 пиксель. Енді қарап көрейік. Браузерде. Мінекей қараңыздар. Біздің padding'ымыз 10-ды құрады және де margin'ымыз 50-ді құрады. Егер де біздер сөзді ауыстырып, кішкене слишком көп сөз болып кетті, толығырақ анық көру үшін біздер
сөзді кетіріп ықшамдайық. Мінекей, енді қарап көрейік. Мінекей, өзіне қажетті орынды алды. Паддингсі мына жағынан 10 пиксель паддингсі бар, және де жалпы өзі жаңағы нені құрап тұр. Маржыны 50, және астыңғы жағынан құрап алып тұрған жоқ, астыңғы жағы бағынып тұрған жоқ, маржин боттымға бағынып тұрған жоқ, оң жағынан және де сол жағынан. Егер де мына жерде тағы да кішірейтейікші тағы да инлайн ретінде көрініс тапсын, мына суретпен бірге. Мінекей, мысалы қараңыздар. Бізде мына суретіміз маржыны екеуінің арасында 50 пиксельді құрап тұр. Мына жерде жағынан да, сол жағынан бойынша да маржыны 50-ді құрап тұр. Бірақ маржин топы және де маржин боттымы 50 пиксельді құрап тұрған жоқ. Осы бізде элементтің маржин боттымы және де маржин топқа қарамайтындығын, бағынбайтындығын анық көрсетіп тұр. Біздер мына жерде 50 пиксель деп берсек те, ол мына жерде өз кезегінде 50 пиксель жерді алып тұрған жоқ. Астыңғы бөлігі 50 пиксельді және үстіңгі жағы 50 пиксельді қалыптастырып тұрған жоқ. Мінекей, осы жерден біздер барлық тұжырымдарға, яғни мына жердегі біздің барлық тұжырымдарымызға сәйкес екендігін, яғни ақпаратпен толтыру мақсатында қолданылатындығын, орынға саран емес екендігін, өзіне қажет орынды ғана алатындығын, және контент қанша аймақты құраса, width'і де сондайға тең болатындығын, width параметріне бағынбайтындығын және margin top bottom болмайтындығын көрдік. Оның display inline синтаксисі бар екендігін байқадық. Және де айта кетерлігі, бұл жерде inline элементке қызық жағдайда біздің image тегімізде жатады, элементімізде жатады. Image элементі де, яғни белгілі бір суретпен толтыру мақсатында қолданады ғой, дәл сол секілді осы жерде көрсек болады онда. Ол үшін жаңағы суретімізді белгілеп алайық. Суретіміз, оның да дисплейі, мінекей, display inline екендігін көріп тұрмыз. Осылайша біздер біздің суретімізде inline элементке жататындығын байқады. Ал тағы да бір қызық жағдай, ол біздің p тегіміз және де h1, h6 тегтарымыз біздің блоктық элементке жатады. Оны көру үшін тағы да бір сайтымызға кіріп көрелік. Мысалы, мынау p тегіміз. Егер де оның үстін басатын болсақ, мінекей, display блок деген мағынаны көреміз. Дәл сол секілді h2, h1, h3 тегтарымыз да display блок деген мағынаны көріп отырмыз. Осылайша біздер элементтерді айыра аламыз. Ал келесі бөлім, бұл бізде inline блок, жолды блоктық элементтер болып табылады. Бұндай элементтерге блоктық элементтің және inline элементтің жақсы тұсын комбинация жасаған элементтер жатады. Яғни бұларды қалай айтуға болады? Блоктық элементтердің CSS блоктық моделіне бағынатын жақсы тұсын және де inline элементтердің контент өлшемінде ғана орын алатын жақсы тұсын қолданған. Яғни оны жасау үшін display inline блок деп жасаймыз. Бұл өте жақсы қосымша. Егер де біздер CSS-тің ішіне flex деген нәрсе, flexbox деген нәрсе келмейтін болса, оны алдағы уақыттарда үйрене жатамыз. Осы нәрсені қолданған өте дұрыс шешім болатын еді. Бірақ қазір бізде flexbox бар, сондықтан бұл нәрсені көп қолдана бермейміз. Мінекей, енді сіздерде басты сұрақ мынандай болуы мүмкін. Мен блоктық элементті inline элементке аудара алам ба, немесе inline элементті блоктық элементке айналдыра алам ба деген. Әрине мүмкін. Оны жасау үшін бізде жай ғана display қосымшасын
өзгертеміз. Мысалы, біздер дифімізді екеуін, мысалы, мына екі дифті бір-бірінің қасына қою үшін біздер мына жерге display inline дұрыс, inline деп қояйық. И біздер жаңа қазір көреміз. Сайтымыздан қалай өзгерген. Мінекей. Бізде қате болса да, мына жерде бір-бірінің үстіне inline бағытында көрініп тұр. Ол үшін біздер мына сөздердің барлығын кетіріп тастайық кішкене. И біздер толығырақ байқап көреміз. Мінекей. Элементтер блок болса, мынаны барлығы мына жеріне жанына ешкімді қондырмай, бірден мына бағытты қамтитын еді. Ал бұл жерде біздер display inline параметрін қолданып, екі дифті бір-бірінің қасына көшірдік. Тағы да оны тексеріп көрейік, неден? Display міне inline деген қосымшаға аударды. Яғни блокты кетіріп тастадық біздер. Жалпы қалыпты не бойынша, сосын style CSS арқылы inline параметрін бердік. Мінекей. Енді келесі кезекте inline элементті блок элементке айналдырайық. Ол үшін бізге жаңа image қосымшасы қажет. Ол үшін image ашып алайық. Мына жерде бізде қате көрсетіп тұр. Себебі негізі ол display қосымшасы еді, бірақ біз оны inline ауыстырғандықтан осындай қате, ескерту көрсетіліп тұр. Image-ді шақырамыз. Және де оған белгілі бір display inline емес, блок деп берейік. Және де оған margin берейік. 0. Және де width беріп көрейік. Белгілі бір аумақты қамтысын 500 пиксель. Мінекей, енді өзіміздің сайтымыздан көреміз. Мінекей біздің егер элемент суретімізді қарастыратын болсақ, үстін басатын болсақ, біздер оның дисплейі блокқа айналғандығын көреміз, яғни оны style CSS арқылы жасағандығын көріп отырмыз. Және де оның width'і осыншаға айналды, margin'ы да осыншаға айналғанын көріп отырмыз. Енді біздер егер оны ортаға қойғымыз қажет болса, біздерде text align деген арқылы қоямыз деп ойлаған шығарсыздар, бірақ бұл суретке әсер етпейді. Бұл тек тексті қосымшаларға ғана әсер етеді. Суретті ортаға қою үшін бізге display block қосымшасынан кейін margin'ды 0 және де жай ғана пробел жазамыз, және де auto деп жазамыз. Егер естеріңізде болса, мен сіздерге бұл екі мән берілген кезде не нәрсеге жауап беретіндігі айтқан болатым. Яғни басындағы 0 бізде вертикалды бағытқа жауап беретін болса, біздің аутомыз біздің горизонталды бағытқа жауап беретіндігін айтқан болатынмын. Яғни осылайша екі мән арқылы біздер элементке позиция береміз деп айтқан болатынбыз. Басында вертикал бойынша, яғни боттым мен тобы 0 пикселді құрайды. Auto деген ол элементті ортаға орналастырады горизонталды бағыт бойынша. Бұл нәрсе тек горизонт ортаға орналастыру үшін ғана қолданылады. Оны тексеріп көрейік. Мінекей ортаға ауысты біздің суретіміз. Егер де біздер вертикалды бағытта оны ортаға қойғымыз қажет болса, онда бұл қосымша бізде жүзеге аспайды. Себебі бұл қате ұғым болып табылады. Тек қана горизонталды бағытта ғана ортаға қойғымыз керек болса, осындай нәрсені қосамыз. Неке достар, сіздермен осылайша біздер блоктық модельдің екінші бөлімімен таныстық. Display inline, display block, display inline block атты
позиция қоюдың 3 түрімен таныстық, әрқайсының ерекшеліктерімен таныстық, және де блоктық элементті inline элементке, inline элементті блоктық элементке аударуды үйрендік. Және де бонус ретінде сіздерге box sizing, border box атты параметрді айттым. Және де image элементінің ортаға қойылу жолын түрін айтқан болатынмын. Неке осылайша біздер позиция беріп үйрендік. Енді алдағы уақыттарда біздер тағы да басқа қызықты жағдайлармен кездесеміз. Элементтерді өзіне қажетті орынға нықтап фиксировать етуді үйренеміз, және тағы да басқа жолдарды үйренеміз. Сондықтан алдағы сабақтарды күтіңіздер дейміз. Өте қызық болады. Сіздермен болған Таңда Стади. Қош сау болыңыздар.